Тілі 4-ші сабақ. Балалар, сабақты бастаудан алдын каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, түсінбеген жерлеріңе комментария жазып кетіңдер. Мен сендерге оңай болу үшін сабақты ауызша айтып отырамын. Жауаптарын ауызша айтып отырамын. Сендер видеоны тоқтатып тұрып, немесе түсінбей қалған жерлеріңді видеоны басынан қайтадан қосып, қайтадан көріп дәптерлеріңе жазып алсаңдар болады. 15-ші тапсырма. Тыңда. Тақырып пен сурет бойынша мәтін мазмұнын болжа. Торғай. Ерте тұрған Омар атай бақшаны аралап келе жатты. Ол жусанның ығында бүрісіп отырған бір торғайды көрді. Өзіне әбден жаңбыр өткен. Торғай Омар атайға жасқана қарады. Әрі тоңған, әрі қорыққан кішкене құс қалшылдап тұр. Омар атай торғайды үйіне келді. Алдында ыдысқа салып жем әкеп қойды. Торғай жемді жемеді. Атай оның себебін сезіп сыртқа шығып кетті. Сәлден кейін терезеден сығаласа торғай жемді жеп жатыр екен. Үсті де кеуіпті. Сұрақтарға жауап бер. Бақшаны кім аралап келе жатты? Бақшаны Атай аралап келе жатты. Омар атай аралап келе жатты. Ол нені көрді? Ол жерде жатқан торғайды көрді. Торғай неліктен Омар атайға жалтақтап қарай берді? Өйткені торғай ауыр халде ұясынан құлап түскен еді. Яғни оның қарны да аш болатын. Сол себепті атайға көмектесіңізші дегендей жалтақтап қарай берді. Оқиға жылдың қай мезгілінде болған деп ойлайсың? Оны неден байқадың? Оқиға жылдың көктем айында болған деп ойлаймын. Өйткені жасыл шөптер енді шығып, ағаштар енді гүлдеп жатқан кез. Суреттен соны байқадым. Әр сұрақтың жауабын болатын сөздерден тірек сөздер қатарын құра. 16-ші тапсырма. Тыйым сөздерді көшіріп жаз. Ауыл жанында суда жүзіп жүрген құсты атауға болмайды. Балапан шығарған құсты атпайды. Бұл жерде тыйым сөз. Құсты атуға болмайды және атпайды. Осы тыйым сөздерге байланысты өз ойыңмен бөліс. Дәлелдеуіңде өйткені себебі сондықтан сөздерін пайдалан. Құсты атуға болмайды. Өйткені ол балапан шығарған құсты атпайды. Балапан шығарған құсты не үшін атпайтын себебі оның балапандары аш қалып кетпеу үшін және де ол балапандарын әлі жетілдіріп оларды ұшуға үйретуі керек. Сол себепті құсты атуға болмайды. Шығармашылық үзіліс. 17-ші тапсырма. Орны ауысып кеткен ертегі бөліктерін қалпына келтір. Қоян. Су бойында жайылып жатқан қойлар қастарынан зымырап өте шыққан қояннан үркіп, тас талқан болып қашады. Сонда қоян ойланып, менен де қорқатын хайуанаттар бар екен-ау, деп көңілі орнына түседі. Кетпей қайтадан ініне оралады. Қоян күндегі әдеті бойынша ініне қашып кіреді. Әркім қуа бергеніне қорланып ол қатты ыза болады. Мен көрінген нәрседен сескенем. Бүйтіп әркімнен бір қорқып жүргенше тезірек аулаққа кетіп қалайын деп тура кеп жөнеледі. Ертедегі негізгі ойға сәйкес келетін мақалды тауып жаз. Сақтықта қорлық жоқ, қорыққанға қос көрінер, жақсы сөз жарым ырыс. Бұл жерде ертедегі негізгі ойға сәйкес келетін мақал қорыққанға қос көрінер. Өйткені қоян үнемі қорқып жүреді және сақтықта қорлық жоқ. Үнемі қорқып, ол қоян сақтанып жүреді. 18-ші тапсырма. Өлеңді түсініп оқы. Сұраққа жауап бер.
қанша сәбіз еді. Біздің үйде көжек көп, іштерінде өжет көп. Әсіресе 5 көжек маған нағыз дос көжек. 5 көжекке достасқан сәбіз бердім қос-қостан. Бір сәбізім соңында қалып қойды қолымда. Сәбізімді әуелгі санап берші, ал енді. Көжек, өжет сөздерінің мағынасын сөздіктерден тауып оқы. Бұл жерде көжек сөзі қоянның балалары. Өжет дегеніміз ол белгілі бір адамның немесе кез келген біреудің мінезіні айта аламыз. Өжет дегеніміз адам бойындағы мінез. Сонымен бүгінгі тапсырмалар аяқталды. Балалар, түсінбеген жерлеріңді комментарияға жазып сұрай берсеңдер болады. Мен барлық жауаптарды қайтадан сендерге видео сабақ етіп шығарып отырамын.